Мен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қабылдауына кірдім. Кіргеннен бұрын маған айтты, 15 минут сізде. Регламент сондай, 15 минуттың ішінде тез бәрін жеткізіңіз ойыңызды. Протокол бойынша алдын ала хаттаманың жобасы дайындалады екен. Хаттаманың жобасында 3 қана тапсырма кірген. Президент алдына кірдім, 15 минут бар екенді түсініп, тез жылдам айтып жатырмын. Презентация бойынша. Бір презентацияны мемлекет басшысына ұсындым. Тез айтып, енді үлгеруім керекпін ғой. Ол кісі тыңдап, ештеңе айтқан жоқ. Айтты, енді тағы қайталап, және асықпаңызшы. Дұрыста, жайлап бабымен маған айтып беріңіз. Мен енді кешіріңіз, 15 минут дегесін мен тез жылдам бәрін айтып отырмын. Сонымен 15 минуттың орнында мемлекет басшысының алдында мен 1,5 сағат отырдым. Бүкіл біздің процесімізді тыңдаған, бір критикаға салмаған, бәрін ойлап, қарап, сұрақтарын қойып, айтты, түсіндім. Қолдарыңыздан келетін болса, көмек беремін. Ал істей аласыз ба? Сонда мен айттым, өлсек те істейміз. Ең бірінші қазақтарды қорғауымыз керекпіз. Жалпы басқа халықтарды неге істемеске? Істей аламыз, және вакцина дайын тұр. Тек қана заңнамаға әртүрлі өзгерістерді енгізу және қаржы бөлу. Сонымен мемлекет басшысы соңғы хаттаманың нұсқасына 12 тапсырма берген. 3 тапсырманың орнына. Сонда ол нені білдіреді? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өте білімді азамат. Біздің басымызға бақыт түскен адам. Ол бәрін түсінеді, және адамды түсіне біледі, сезіне біледі. Жақсы деді. Ал сіз сөз айттыңыз, бердіңіз сөзіңізді. Енді осыдан нәтиже күтеміз. Сонымен жарты жылдың ішінде біздер бүкіл қаржыны алып, рұқсатымызды алып, дүние жүзінде 5 мемлекеттің арасына біздер үлгеріп кірдік. Біздің мақалаларымыз білетін шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Қазақстан атынан Lancet деген ғылыми өте жоғары дәрежелі журналдың ішіне мақалалар болмайтын еді. Болатын еді. Қазақтар тек шет мемлекеттердің ғалымдармен бірлесіп. Ал біздің тура толық Қазақстанның атынан 2 мәрте Lancet журналында мақаламыз шықты.